Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін 2026 жылдың 15 маусымы дүйсенбі және әлемдік қаржы нарықтары жаңа сауда аптасын жоғары белгісіздік жағдайында бастап отыр. Алдағы күндердің басты тақырыптары ақш федералдық резервтік жүйесінің отырысы, әлемнің ірі экономикасындағы инфляция, экономикаларындағы нақтырақ айта кететін инфляция динамикасы және энергия тасымалдаушылары бағасына әсер етуді жалғастырып жатқан таяу шығыс жағдайы болмақ. Және бүгінгі күнтізбені шолып өтетін болсақ, мінекей дәл осы экрандарыңыздағы жағдайлар жалпы есебімен айтқанда әлемдік экономикаға өз ықпалын тигізетін болмақ. Және дәл осы орайда біз сіздермен бірге осының жалпы есебімен нәтижесі қандай болатынын тамашалайтын боламыз. Және әрмен қарай енді біздің әдеттегі тақырыптарға көшетін болсақ, талқылауды бастай берсек те болатын шығар, қадірменді көрермен. Және өткен аптада ақш-та жарияланған инфляциялық деректерден кейін инвесторлар пайыздық мөлшерлемелердің жақын арада тез төмендеуі туралы болжамдарын біртіндеп бас тарта бастады. Болжамдарынан жалпы есебімен айтқанда. Енді нарық қатысушыларының назары ФРЖ басшылығының мәлімдемелеріне және реттеушінің жаңартылған экономикалық бағдарламаларына аударылған. Және алдымен доллар индексінен бастайық. DXY доллар индексі өткен аптадағы өсімін басым бөлігін сақтап, жалпы есебімен жаңа аптаны жоғары деңгейде бастап отыр. Инвесторлар ақштың ақша несие саясатына қатысты күтулерін қайта қарастыруда. Егер екінші тоқсанның басында нарық жыл соңына дейін бірнеше мәрте мөлшерлеме төмендейді деп есептеген болса, бүгінге көптеген сарапшылар ФРЖ әлдеқайда сақ әрекет етеді деп болжауда. Жоғары пайыздық мөлшерлемелер америкалық активтерге деген сұранысты қолдауды жалғастыруда. Бұған қоса доллар дәстүрлі түрде белгісіздік кезеңдеріне күшейеді, өйткені ол әлемдегі негізгі резервтік валюта әрі халықаралық инвесторлар үшін қорғаныс құралдарының бірі болып саналады. Сондықтан көрейік, әзірге дәл осы жоғары динамика сақталады деген ой пікір бізде бар. Және әрмен қарай еуро доллар жұбына назар аударатын болсақ, еуро үшін жаңа апта оптимистік басталып отырған жоқ. Еуро доллар жұбы ақш пен еуро аймақ экономикасының даму перспективалары арасындағы айырмашылықтың сақтауына байланысты қысым астында қалып отыр. Еуропадағы іскерлік белсенділік жөніндегі соңғы мәліметтер экономиканың баяу қалпына келіп жатқанын көрсетсе, ақш еңбек нарығы әлде тұрақтылығын сақтап отыр. Еуроға қосымша қысым Германиядағы өнеркәсіп секторынан түсуде. Тұрақтанудың кейбір белгілері байқалғанымен, Еуропаның ең ірі экономикасы әзірге ортақ валютаны айтарлықтай қолдау алатын қарқын көрсете алмауда. Сонымен қатар айтқанда енді төмен динамика болып қалуы әбден ықтимал, жалпы есебімен еуропалық валюта үшін. Сондықтан бірге мұқият тамашалаймыз бұл жағдайда. Британ фунты еуроға қарағанда біршама тұрақты көрінеді. Инвесторлар Ұлыбританиядағы инфляцияның дамыған елдер арасындағы ең жоғары көрсеткіштерінің бірі болып қала беретінін ескеруде. Бұл Англия банкіне ақша несие жалпы саясатын жылдам жұмсартуға мүмкіндік бермей отыр және фунтқа қолдау көрсетуде. Соған қарамастан алдағы күндері Ұлыбритания фунт және доллар жұбының тағдыры көбінесе ақш федералдық резервтік жүйесінің шешімдері мен мәлімдемелеріне байланысты болмақ. Нарық қатысушылардың ерекше назары мұнай секторына аударылғанын да айта кетейік. Бірақ біріншіден дәл осы фунт пен Америка құрама штаттар долларының жұбы туралы болжам мінекей мынандай. Ал мұнай нарығы туралы талқылауды жалғастыратын болсақ, WTI маркалы мұнай өткен аптаны сенімді өсіммен аяқтады. Бағаның көтерілуіне негізгі себеп таяу шығыстағы шикізат жеткізілімдерінің тұрақтылығына қатысты алаңдаушылықтар, мұнай өндіру немесе тасымалдау бағыттарына қауіп төндірген кез келген жаңалық бірден бағаға әсер етуде. Сонымен қатар ақштағы маусымдық сұраныстың артуы да мұнай бағасына қолдау көрсетіп жатыр. Жаз айларында жанармай тұтыну дәстүрлі түрде өседі. Бұл мұнай мен мұнай өнімдеріне деген сұранысты арттырады. Алайда сарапшылар энергия тасымалдаушылардың бағасын шамадан тыс өсуі экономикаға қысым келтіруі мүмкін екенін ескертуде. Жанармай шығындарын көбеюі инфляциялық тәуекелдерді күшейтіп, тұтынушылық белсенділікті төмендетуі мүмкін. Сондықтан әрмен қарай сақ болу керек бұл жерде де.
десе де әзірге енді жаман емес. Сол геополитикалық жаңалықтардың арқасында және де басқа факторлардың арқасында жалпы есеппен айтқанда мұнай бағасы астыға ұмтылып бара жатқанын көріп отырмыз. Жапон иенасы нарықтағы жағдайда күрделі күйінде қалып отыр. Жалпы есеппен айтқанда доллар иена жұбы бүгін Жапон билігінің алаңдаушылығын тудырған деңгейге жақын саудалануда. ақш пен Жапония арасындағы пайыздық мөлшерлемелер айырмашылығы әлі де өте жоғары болып қалып отыр жалпы, және бұл долларды өте қатты қолдайды. Инвесторлар жалпы есеппен Жапония банкі мен елдің қаржы министрлігі өкілдерінің мәлімдемелерін мұқият бақылауда. Валюта нарығына ықтимал интервенция туралы кез келген белгі бағаның күрт өзгеруіне себеп болуы мүмкін. Әзірге өте бір тұрақсыз деңгейдегі болып жатқан жалпы сауданы көріп отырмыз. Бірақ жалпы есеппен айтқанда негізгі динамиканы айта кететін болсақ, менің ойымша ол төменге беттеп бара жатқаны сөзсіз анық. Және де келесі біз сіздермен бірге көшетін тақырып ол әрине де канадалық доллар екенін ескерте отырайық. Қадірменді көрермен, және канадалық доллар мұнай бағасының өсуінен қолдау алып отыр, алайда күшті америкалық доллар оның әлеуетін толық ашуға мүмкіндік бермеуде. Нәтижесінде америкалық доллар мен канадалық доллар салыстырмалы түрде кең диапазонда саудалануын жалғастыруда, және нарық қатысушылары мұнай бағаларының өсуі мен ақша несие саясатының перспективаларын жалпы есебімен айтқанда қатар байқап жатыр деп айтуға келеді. Алтын жаңа аптаны жоғары деңгейлерге жақын бастап отыр, дегенмен оның алдағы бағытын өзгере. Жалпы бағытын әзірге біз анық айта алмаймыз. Бір жағынан геосаяси тәуекелдер қорғаныс активтеріне деген сұранысты қолдайды. Екінші жағынан ақш облигацияларының жоғары кірістілігі мен доллардың күшеюі бағалы металдардың өсу әлеуетін шектеп жатыр деген ой пікірлер бар. Сондықтан қос осы актив туралы айта кететін болсақ, әзірге кішігірім қолдау бізде канадалық доллар тарапынан бар екен көріп отырмыз, және алтында да дәл осыған ұқсас бір кішігірім жағдай болуда. Және әрмен қарай сондықтан инвесторлар ФРЖ риторикасын мұқият бақылауда екенін айта кетейік. Егер реттеуші жұмсақ саясатқа ишара жасаса, алтынға деген қызығушылық артуы мүмкін. Ал қатаң ұстаным сақталса, бағалы металға қысым күшейеді. Және кішігірім қор нарықтарына да көз тастап өтетін болсақ, инвесторлар әзірге күту тактикасын ұстануда. Бұл жерде америкалық индекстер өткен аптаны тарихи максимумдарға жақын деңгейде аяқтады, алайда сауда белсенділігі салыстырмалы түрде төмен болып қалуда. Көптеген ірі инвесторлар ФРЖ жүйесінің жалпы шешімдерін күтпейінше жаңа ірі позициялар ашуға асығар емес. Технологиялық сектор жасанды интеллекттің дамуы мен корпоративтік табыстарға қатты жоғары күтулерін арқасында қолдау алуды жалғастыруда, дегенмен нарықтағы жалпы сақтық деңгейі айтарлықтай артқан. Осылайша жаңа апта ФРЖ шешімдерін күту белгісімен бастап отыр. Дәл осы америкалық реттеуші қазіргі уақытта әлемдік қаржы нарықтары үшін негізгі белгісіздік факторы болып қалуда. Федералдық резервтік жүйесінің риторикасы қаншалықты қатаң болатыны доллардың, еуроның, фунттың, иенаның, алтынның және мұнай нарықтарының алдағы қозғалыстарын анықтауы мүмкін. Сондықтан алдағы бірнеше күн маусым айының екінші жартысындағы негізгі трендтердің қалыптасуына шешуші әсер етуі ықтимал. Осымен біздің кішігірім брифинг өз мәресіне жетуде. Қадірменді көрермен, назарларыңызға үлкен рахмет. Егер Форекс жаңалықтарын жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде Амаркетстің Телеграм және Инстаграм парақшаларына жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Және келесі кездескенше сау болыңыздар.